Мынау соғып жатқан гаражым. 2 қабатты үстінде мансардысы бар. Осыған уақытша тұрам деген ой жоспар еді. Ештеңе бітпеді. Ерлан Қасымбек Астана билігі ұсынған Жібек жолы ауылындағы 6 сотық жерге былтыр күзге дейін көшіп кетуге тиіс еді. Алайда қаржылық қиындықтарға тап болған ол қар түскенге дейін жаңа қоныстағы құрылысын бітіріп үлгермепті. Сонымен бірге ол ауылда электр қуатынан басқа жол, ауыз су, кәріз, газ құбыры сынды қала өмірінің игіліктері жоқ дейді. Барып тұрсын өздері, барып көрсін бірінші тұрып. Қалай ол жерде тұрып. Мен мысалы бала шағам көп болғаннан кейін мен поликлиникаға барам, магазинге барам. Ол жерде магазин де жоқ даже. Поликлиника тем более жоқ. Ерлан Қасымбектің жары Ақмарал Нұралиева 7 баланың анасы, алтын алқа иегері. Күйеуі екеуі қала аумағына кіретін Шепсклад саяжайларынан 2006 жылы жер алып, осы үйді салып алған. Былтыр Астана әкімдігі олардың үйін заңсыз салынған деп тауып, жерді мемлекетке қайтару туралы шешім шығарды. Билік жердің өтемі ретінде қала сыртындағы Жібек жолы ауылынан 6 сотық жерді ұсынған. Жұмыссыз таксист болып нәпақасын тауып жүрген отағасы қазіргі уақытта Шепскладтағы үйін бұзып, жаңа қонысқа құрылыс материалдарын апарып жүр. Дегенмен оған уақыты да қаражаты да жетпей жатқанын айтады. Қасымбектер отбасы жергілікті биліктен 2010 жылдан бергі мемлекеттік пәтер кезегін жақындатуды, не болмаса басқа ауданнан жер беруді сұрайды. Қазір көрінгенге квартира беріп жатыр. Спортсмендерге беріп жатыр. Депутаттарға беріп жатыр, әкімдерге беріп жатыр. Неге осы көп балалы үйге сол кезекті алға жылжытып квартира бермес? Астана қаласы тұрғын үй басқармасы ресми жауап хатында Қасымбектер отбасының мемлекеттік пәтерге деген кезегіне жеңілдіктер жасалмайтынын жазады. Сонымен бірге жергілікті биліктің айтуынша, жұртта қалып отырған отбасына Жібек жолы ауыл емес, басқа аумақтан жер беру туралы мәселе қаралмайды. Астана қаласының әкімдігі бұл жерде мектеп, 2 балабақша, жолдар салынбақ дейді. Жергілікті биліктің айтуынша, Шепскладтың бұрынғы 158 тұрғынына Ақмола облысындағы Аршалы және Жібек жолы ауылдарынан 6 сотықтан жер телімі берілген. Қазір Шепскладта көшпей қалған санаулы үй ғана қалып отыр. Саяжайға таяу маңда Астананың жаңа темір жол вокзалының құрылысы жүріп жатыр. Мәди Бекмағамбет, Ержан Әмірхан, Азаттық ТВ.